Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет, өте тәтті шұжықтар дайындайтын боламыз. Алдымен печеньені үгітіп аласыз. Осылай оқтаудың көмегімен үгітіп алсаңыз болады. Өте ұсақ етіп, арасына кішкене ірілерін қалдырсаңыз да болады. Мен ондай тым үлкен ірілерді де қолмен әбден ұсақтап алдым. Кейін осыған 2 ас қасық какаоны қосып жақсылап араластырып алдым. Одан кейін сұйық майымды қосып, барлығы біркелкі болғанша араластырдым. Біркелкі болғаннан кейін 1 банка сгущенкамызды қосып, жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Дәл осы массадан 2 колбаска шығады. Кейін оны пищевой пленкаға немесе осылай салфанды сияқты ұзын етіп бөліп аласыздар да, 2 бөлікке бөліп, колбаса сияқты ретінде орайсыздар, яғни видеодағыдай орап аласыздар да, морозильникке 2 сағатқа қойып қоясыздар. Міне біздің тәтті шұжығымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.